Мұражай мәдени мұра. Бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мұражайына қонаққа келдік. Толығырақ мен Нұрғабыл Жаңабергенұлы баяндаймын. Кітапхананың бірінші қабаты шығыс ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби музейіне арналса, мұражайдың екінші қабатында ата-бабаларымыздың ең озық технологияларды қолданғандығын айғақтайтын қазіргі Қазақстан аумағынан табылған тарихи жәдігерлер ұсынылған. Экспонаттар қатарын ежелгі ат әбзелдері, көне жәдігерлер мен әшекей бұйымдар толтыруда. Тарихы 6000 жылдық торды толтырған бұл кесте университетіміздің алдыңғы қатардағы бастамасы болып қалмақ. Көне түркі жазба ескерткішінің көшірмесінің жанында тұрмыз. Бұл сол ежелгі түркілердің мәдениетін, олардың жазуын, ойын көрсететін, идеясын көрсететін дүние болып саналады. Сол қазіргі Моңғолияның жерінен табылған күлтегін, білге қаған, Тоныкөк ескерткіші. Көне түркі жазба ескерткіштері түркі халықтарының ең ерте кезеңдегі тілін, мәдениетін, дүниетанымын және мемлекеттік құрылымын танытатын баға жетпес тарихи мұра. Бұл ескерткіштер 5-8 ғасырлар аралығында түркі қағанаты дәуірінде жазылған және түркі өркениетінің жоғары дамығанын дәлелдейді. Жаңа шығыстың бір ғұламасы айтқан, бір ұлт ұйықтап жатса, бір адам ояу болса жеткілікті дейді. Бір адам басқасының бәрін оятып алады деген сөз. Журналистика факультетінің аға оқытушысы Нұрлан Наурзалиев студенттерге таңбалы тас, ежелгі түркі жазуы туралы айтып, олардың тарихи танымының қалыптасуына ықпал етті. Сондықтан осындай шеберлік сағаттардың маңызы зор дейді студенттер. Бұл жерде таңбалы тастың көшірмесі қойылған. Таңбалы тас деген ежелгі дәуірлерге жататын, тас дәуірі одан бері қарайғы кезеңдерге жататын адамдардың ақыл ойының жемісі, яғни сол кездегі шаруашылықты көрсетеді. Бұл жерде не көреміз біз? Сол кездегі адамдар аң аулап, азығын табумен қатар, сол өзінің көзімен көрген дүниені тасқа бейнелей алған. Бұл бізде мына осы Алматы облысында Таңбалы тас деген жерде бар, сосын Қызылорда облысында сауысқандық петроглифтері бар. Күнде көрермен тауып отырған көрме табалдырығы қонақтардың ізінен суып үлгермеуде. Яғни жаңағы көне түркі жазбалары. Көне түркі жазбалары жайлы айтатын болсақ, мен өзім руна жазуларын өте қатты қызығамын, және де руна жазулары өзіме өте қатты ұнайды. Бүгін біз Әл-Фараби атындағы кітапханадағы мұражайға келдік. Ішінде барлығы жаңағы қызықты ақпараттар өте көп екен, бәрімен толықтай танысып шықтық. Мұражай ұлттың тарихынан сыр шертіп, келушілердің танымын кеңейтеді. Бабалардың бейнесін санада жаңартатын рухани орын. Тарих қайталанады, ал біздің бүгініміз кешегі тарихпен тоғыспайтынына кім кепіл? Ғасырларды тоғыстырған мұражай тарихтың куәгері. Нұрғабыл Жаңабергенұлы, Фархат Русланұлы, Алматы.